егер адамға бүкіл дүниені беріп, бірақ адам өз-өзіне ұнамаса, ол дүние бос болып көрінеді адамға. Егер адамда барлық дүние болмаса да, бірақ ол өз-өзіне ұнайтын болса, онда ол өкінбей өтеді да. Сондықтан бұл ненің белгісі? Бұл мынандай нәрсе, адам өзін үнемі дүниеден жоғары ұстайды, жоғары бағалайды. Ал дүние не үшін жаратылды? Адамды дамыту үшін, адамды ашу үшін, ширату үшін жұмсалатын зат деп, сондай мақсатпен жаратылған нәрсе. Сондықтан адам бұл өмірден өткен уақытта өлер алдында өзін максималды түрде ең күшті, ең биік дәрежеге жеткізумен айналысу керек. Яғни өзінің лучшая версия дейді ғой, ешқай уақыт өзінің бір келешекте болуы мүмкін халдерін, болуы мүмкін андай тараптарын жаңағы максималды түрде ашуға тырысу керек. Вот жетістік деген сол, жетістік деген ақша табу, бизнес анау емес, оның барлығы номер екінші нәрсе. Номер бірінші нәрсе ол адам өз-өзін дамыту, адам өз-өзіне ұнауы, былайша айтқан уақытта.